Саламатсыздар ма, оқушылар? Мен бүгін сіздерге толық тізбек үшін ом заңын түсіндіріп беретін боламын. Мен сіздерге алдыңғы сабағымда тізбек бөлік үшін ом заңын түсіндіргенмін. Ал тізбек бөлік үшін дегенде, толық тізбек үшін дегенде бүгінгі сабақта оны түсінетін боласыздар. Жалпы тізбек ең қарапайым тізбек. Электр шамынан, қарапайым электр шамынан және бір кілт қосуға болады. Және тоқ көзі. Бұл жерде галван элемент немесе аккумулятор кез келген бір тоқ көзі, тұрақты тоқ көзі болсын бұл. Сонымен осындай қарапайым ғана тізбек. Мынау кедергі, тұтынушы. Енді қараңыздар. Электр қозғаушы күші деп аталады, тоқ өндіретін источник, яғни тоқ көзі. Мынау тұтынушы, кедергі R деп ала салайық. Тоқ көзінің өзі ішкі тізбек деп аталады. Ішкі тізбек. Ал мына жерде тұрған, мысалға мына жерге кедергі қосып салуға да болады. Кедергі қосып салуға болады. Осылардың барлығының кедергілерінің қосындысы R1, R2 десек. Ол сыртқы тізбек болып тұрады. Сыртқы тізбек. Ал біз ішкі тізбек, сыртқы тізбек барлығын қосып қарастыратын болсақ, онда ол толық тізбек болып табылады дағы. Ал мына лампочканы ғана қарастырсақ, немесе мына кедергіні ғана қарастырсақ, онда ол тізбектің бөлігі болып табылады. Тізбектің бөлігі бойынша ом заңын білесіздер, яғни тізбектен жүретін тоқ түсірілген кернеуге тура пропорционал, кедергіге кері пропорционал деп дәлелдеп бергенмін. Енді қараңыздар, мына жерде ішкі тізбекті қосып алатын болсақ, не болады деген сұрақ міндетті түрде барлығымызда туындайды. Яғни, мен ішкі тізбектің кедергісін ішкі кедергі деп алуым керек. Ол үшін, яғни ішкі кедергіні кішкентай R-мен белгілейміз. Ішкі кедергі. Ішкі кедергі деп отырғанымыз, ішкі тізбектің кедергісі, сыртқы кедергі деп отырғанымыз, сыртқы тізбектің кедергісі. Онда мен қарастыру барысында ішкі тізбектің кедергісін міндетті түрде ескеруім керек. Ондай болатын болса, ішкі тізбектен жүретін тоқ күші мынаменен жүйе барлық тізбектей қосылғандықтан, онда мына жердегі тұрған эпсилон U-дек, U-дің өзі тең болу керек, I көбейтілген кішкентай R-ға. Ал мына жердегі тұрған U, мына ішкі тізбек үшін, ал сыртқы тізбек үшін, ол R сыртқы тізбектің кедергісі көбейтілген I тоқ күші, яғни I көбейтілген R. Ал мына жердегі эпсилон деп отырғанымыз электр қозғаушы күші. Ол тең болады екеуінің қосындысы, яғни U ішкі тізбек қосылған U сыртқы тізбек. Осы екеуінің қосындысы жалпы электр қозғаушы күші болып табылады. Ондай болатын болса, орнына қоятын болсақ, тең болады I көбейтілген R қосылған I көбейтілген кішкентай R. Екеуінде тоқ күші бірде болғандықтан, тоқ күшін жақшаның сыртына шығарып жіберем. Сонымен тең болады I жақшашылған R плюс кішкентай R. Соныменен эпсилон тең болады I көбейтілген R плюс кішкентай R деген формула шықты. Соныменен бұл тоқ күшін осы формуладан келтіріп шығаратын болсақ, тоқ күші электр қозғаушы күшіне тура пропорционал, ал ішкі және сыртқы тізбектің кедергілерінің қосындысына кері пропорционал деген осындай формула шығады. Міне, бұл тізбек, толық тізбек үшін ом заңы. Ал егерде осы жерде мынандай жағдайды қарастырсақ, егер сыртқы тізбек 0 болса, егер сыртқы тізбек 0 болса, онда біз енді 0-ге идеал түрде теңестіріп ала алмаймыз. Себебі өткізгіштің кедергісі бар. Ал өткізгіштің кедергісін ескермесек, онда 0 болады. Онда біз жуық мәнмен 0-ге тең болса дейік. Немесе 0-ге ұмтылса деуге болады. Біз бұл жерде идеал түрде тізбекті алдық. Бұл, яғни ешқандай кедергісіз, мына тұрған аккумулятордың немесе электр қозғаушы күшінің екі полюстарын бір-біріне тура қостық деген сөз. Ешқандай кедергісіз қоссақ, онда сыртқы кедергі 0-ге тең. Демек, I тоқ күші ол кезде тең болады эпсилон бөлінген кішкентай R. Соныменен ол кезде сонда R кедергі 0-ге ұмтылса, онда I тоқ күші максимумға ұмтылады.
ең максимум мәніндегі ток күші ол тізбекті қысқа тұйықталуға әкеледі. Осы жағдай қысқа тұйықталу деп аталады. Яғни қысқа тұйықталған кезде білесіздер, ток күші артып, жаңағы жылу мөлшері артады дағы электр аспаптарының зақымдалуына әкеліп соғады. Ал ол зақымдалмас үшін қысқа тұйықталу кезінде қандай әдіс шараны қолданады? Яғни қысқа тұйықталу кезінде арнайы сақтандырғыштарды, балқу температурасы төмен арнайы металдарды қолдану арқылы балқымалы сақтандырғыштарды қолданады. Немесе соңғы кезде өте қолайлық жасап қойған автоматты түрде шығарып жіберетін ажыратып қосқыш деталдарын, құралдарын қолданады. Сөйтіп қысқа тұйықталудан солай сақтануға болады. Соныменен, құрметті оқушылар, тағы да қорытындылай айта кететін болсам, тізбектен жүретін ток күші электр қозғаушы күшіне тура пропорционал және ішкі сыртқы кедергілердің қосындысына кері пропорционал деген тұжырымдама бұл толық тізбек үшін Ом заңы болып табылады. Сонымен оқушылар, сіздер қысқа тұйықталудан сақтанатын тағы басқа да қандай құрылғы білесіздер? Егер де білетін болсаңыздар, міндетті түрде комментарийларыңызды жазып, сабақ ұнаған болса, лайк басып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.